Мына қаңтардағы көтеріліске салафиттердің ықпал еткені туралы айтылып қалады әртүрлі діни өкілдердің. Бізде мынау қоғамда көптен бері айтылып жүр, мәселен бұрынғы екі әріптесіңіз Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабек осы салафиттік ұстанымда ұстанады деген секілді. Оның үстіне мынау көпшілік азаматтар Дары Мұбарактың салафит екенін айтады, дінтанушылар. Ал Бекболат Тілеухан Дары Мұбарак менің ұстазым деп айтқан болатын. Жалпы осы азаматтарға, жалпы салафиттердің көсемдеріне бір тергеу, жалпы сұрау бола ма оларға? Енді біздің Қазақстанда зайырлы қоғам болсаң, әркімнің өзінің діни ұстанымына шектеу жоқ қой, бірінші кезекте. Сондықтан ол азаматтарға, мәселен Бекболат Тілеуханға мен оның діни ұстанымына қатысым шамалы. Мен өзім діндар адам емеспін, бірақ иманым жүрегімде Құдайдан өлерге қорқам. Бірақ Бекболат Тілеуханды мен өнердің қайраткері ретінде құрметтеймін. Ал діни ұстанымда мен оның кіріспеймін де, белгілі деңгейде қоғамда әртүрлі әңгімелер болды. Бұның барлығы енді жаңағы сіз айтқан тұлғаларға қатысты өзінің деңгейде баға берілетін шығар деп ойлаймын. Ол мен жақсы кірісіп айтпаймын. Салафизм ағымына тыйым салу керек деген пікірлер айтылады қоғамда. Сіз жалпы салафиттік ағымға... Мен жалпы салафизм ағымын енді өзім діни кітаптардан, талдаудардан, сараптамалардан оқып түсінгенім, біздің қоғамға, жалпы қоғамға емес, қазақтың ұстанымына кереғар тұстары көп. Біз енді дәстүрге бағынған халық қазақ елі. Әуел шақтан қазақ өзі діндар халық емес. Ақсақалдарымыз намаз оқыды, бірақ белгілі деңгейде олардың намаз оқып жүргенін де білмейтін. Сол осы тұрғыдан келген кезде өзге өңірлерде, өңір болғанда басқа отты соғыс болып жатқан жақтардағы салафизмнің сарқыншақтарының әсерінен алып қарасам, біздің қоғамға әкеліп жатқан зардаптар көп деп білемін. Мынау Германия салафизмге тыйым салған ресми түрде. Біз ресми түрде тыйым салуымыз керек па, әлде қажет емес па? Бұны енді сарапшылар қарау керек. Мен енді бұл тарапта маман емеспін. Қоғамның, мемлекеттің дамуына, тәуелсіздікке нұқсан келтіретін болса, оған тыйым салу керек. Мәселен, Ақтөбедегі терактілерді, кешегі Алматыдағы нәрселерді, жалпы Қазақстандағы қаңтар көтерілісіне осы діни ағым өкілдерінің себебі бар болып тұр. Яғни жүздеген адам өлді. Солай бола тұра оған тыйым салмау бір ақылға сыймайтын іс емес пе? Бұның барлығын енді алдағы тергеу тексеру жұмыстары әлі аяқталған жоқ қой. Тергеу тексеру меніңше бітеді, сол кезде нақты бағасы беріледі деп ойлаймын. Әйтпесе шын мәнінде Ақтөбедегі әсіресе болған оқиғалар бүкіл қоғамды дүр сілкіндірді ғой. Шын мәнінде 90-шы жылдардың басында қабылданған дін туралы заңның кереғар тұстары бар, қайта қарау керек деп есептеймін. Өйткені 93 жылы ол кездерде Рәсбек қажымен онымен бірнеше сұхбаттасқам. Ол заңның қалай қабылданғанын да ептеп білемін. Сол кездегі 12-ші шақырылымның жоғары кеңесінің депутаттары қабылдады ғой. Сонда кереғар тұстары енді ол кезде біз жаңада қалыптасып жатқан мемлекет ауламызға көптеген тек қана салафизмнен өткі, Нақшбанд дейді, басқа дейді, әртүрлі діни көсемдер кіріп ауламызға келіп ақыл айтушылар молайды. Сол себептен оның зардабын біз белгілі деңгейде тартып Мәселен, біздің елде Дары Мұбарактың уағызын тыңдаған адамдар сотталады да, ал Дары Мұбарак, мәселен Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабековтерге ешқандай спрос болмайды. Бұл қаншалықты дұрыс нәрсе? Мәселен, Дарының уағызын тыңдаған адам сотталады түрмеге. Ал Бекболаттар, мәселен, басқалар, солымен серіктес адамдарға ешқандай заң бойынша сұрақ жоқ. Заң соңына байланысты ғой. Енді ол мәселен оған мен толық жауап бере алмаймын. Мен Дары Мұбарактың да мен несін, оны өзім де білмеймін, шын айтқан кезде. Мен оны діни уағыздарын тыңдағанда да емеспін. Енді жаңағы азаматтар біреуі айтысты жүрді, біреуі өнерді жүрді. Ал енді діни ұстанымына қатысты қоғамда ала-құла пікірлер бар ғой. Бұған мен енді кіріп, дендеп кіріп жауап бере алмаймын, бауырым болған. Жақсы, рахмет. Қаңтар көтеріліс кезінде мына діни ағым өкілдерінің аты аталды да. Бірақ мына салафизм туралы еш нәрсе айтылмай отыр. Неге салафиттер туралы айтылмайды? Неге салафизмге жауап? Менің ойымша қазір біріншіден тергеудің нәтижесін күту керек. Кейбір аймақтарда осындай өкілдері ұсталған деген деректер айтылып жатыр қазірдің өзінде. Топтың ішінде, немесе ұйымдастырушылардың ішінде, белсенділердің ішінде деген. Енді 1000-нан астам қылмыстық іс қозғалып жатыр. Соның ішінде айтылу керек қой. Енді мен білсем, сол қозғалған істің 100-ден астамы ұйымдастырушыларға, жаңағы үгіттеушілерге деген іс бар, соның ішінде айтылатын шығар.
мәжіліс депутаты екс Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабековті қоғам көптен бері салафиттік көзқараста деп айтылып жатыр. Неге осы кісілерге байланысты бір тергеу, тексеру жұмыстары жүргізілмей жатыр? Мен ол жағын мен біліп айтайын. Оны тергеу органдарынан сұрау керек шығар. Енді өздерінде де мысалы үшін енді біз ондай ағымда жоқпыз, басқа деп ағынан жарылуға да тырысты ғой. Мынау салафизм ағымына мынау ресми түрде мына тыйым салу керек па жалпы, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша біздің енді тыйым салудың өзі кейде жарнама болып кетеді. Бірақ осындай ағымдармен жұмысты белсене жүргізу керек екені анық. Ол тек қана міндетті түрде террористік актіні немесе бір осындай дүрбелеңді күтіп жатудың керегі жоқ, ол жүйелі жұмыс керек сияқты. Ол діни басқарманың жұмысы, ол күштік құрылымның жұмысы. Енді күштік құрылымның өзін қазір енді реформалаймыз деп жатырмыз ғой. Иә, мынау Дарын Мұбараковты көптеген дінтанушылар салафит деп айтады. Бекболат Тілеухан менің ұстазым Дарын Мұбараков деген. Шәкірті Бекболат Тілеухан таза деп ойлайсыз ба? Енді мен ол жағын білмеймін, шын айтайын. Қазір ұстазы емес пе, оны Бекболат Тілеуханның өзінен сұрасаңызшы. Жалпы биліктегі мәселен жоғары жақтағы нәрселер салафиттерге жалпы жауап бола ма, олар жауап бере ма бір нәрсеге? Жоқ әлде олар құтылып кете ма? Келесі бір мәселен енді үлкен тазалау жұмысы жүріп жатыр ғой енді. Кадрлық тұрғыдан да, басқа тұрғыдан да енді осы жолы шын мемлекеттің сөзін сөйлейтін, мүддесін көксейтін азаматтар қалу. Мынау қаңтар көтерілісінде мына діни топтарды пайдаланды билік деген мына сарапшылардың жалпы қарапайым халықтың сөзі бар. Салафиттерге бұл жолы тиіспесе, яғни ешқандай заң аясында жауапқа тартпаса, демек келесі бір көтеріліске олар дайындап отыр деген сөз емес па? Мен жаңа сөзімде айттым ғой. Біріншіден енді билік деген кезде билік кім деген әңгіме туындайды. Биліктің ішіндегі кейбір топтар немесе күштік құрылымдар деген әңгіме айтылып жатыр. Саботаж деген әңгіме айтылды. Қасақана ұйымдастырылған деген бірнеше адам айыпты болып жатыр. Солар енді жауап берсін біріншіден. Ал жаңа өз пайымымды айттым. Белгілі бір измді заңмен тыйым салған күннің өзінде оған артық жарнама болып кетеді. Және бұл ұйымдарды түсінуіміз керек. Бұл ұйымдар жылдар бойы, ғасырлар бойы енді орысша айтқан кезде подпольеда жүріп, астыртын соғыс ашықта, жабықта соғыс жасап үйреніп қалған ұйымдар дейікші. Сондықтан егер мысалы үшін қазір бұндай науқандар дінге қарсы кампанияға айналып кетпеу керек. Екіншіден, менің түсінігімде идеяға тек үлкен идеяны қарсы қоюға болады. Сол арқылы ғана жеңіске жетеді. Мынау Әбіләзовтың ДВК партиясына тыйым салды ғой ресми түрде. Сол секілді тыйым салу қиын ба сонда? Егер нақты Қазақстандағы ұйым болса, меніңше салу керек. Ал енді мысалы үшін коммунизмге қалай тыйым саласың? Капитализмге қалай тыйым саласың деген сияқты. Үлкен бағыт қой. Бірақ мынау европалық кейбір мемлекеттер коммунизмге тыйым салған ғой, олардың атрибуттарына деген секілді. Германияда тыйым салған салафизм. Олар басқаша аталады, иә? Мысалы үшін қазір кез келген салафит өзі мен салафит емеспін десе не істейсіз? Жоқ, енді оны дәлелдеу керек қой. Дәлелдеу қиын ғой сол. Неге дәлелдеу? Ол өзінің позициясын айтпаса, ақидасын айтпаса, мен мысалы үшін кәдімгі кез келген мысалы үшін ресми жиында, басқада жұрт үйренген сөзді айтып үйреніп жүре берсе не істейсің? Қалай дәлелдейсің? Бірақ пиғылы анадай болса. Сондықтан мен айтып отырмын, бұл сотта да, басқада да қиын дәлелденетін нәрсе. Жақсы, рахмет.